Шешендік сөздер Байдалы мен Айғаным. Оқыған Ләззат Әлдибай. Лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Ел аузындағы аңызға қарағанда Байдалы шешен бай бола алмапты. Дүние құрастырып дәулет жинауға сірә ол кісінің қолы тимесе керек. Бірақ бай болмағанымен кедейлікке бас иіп, құлда болмапты. Ол ақылын азық, асыл сөзін сусын етіп, дүниеден өткен адамдардың бірі екен. Байдалының ағайындары құнанын құдайындай, тайын тәңіріндей көретін сараң болыпты. Жұртта қалған жорынды олжа көретін, ауысқан алмай қоймайтын дау сауған адамдар екен. Байдалының дәуірлеп тұрған кезінде олар ер тұрманымызды ұрлағандардан айып әпермедің, жесірімізді алғандарды ойсыратып жеңіп бермедің деп өкпелейді екен. Жығылғанға жұдырық дегендей кедейлікке кәрілік қосылады. Кәрілік тұсау, кедейлік бұғау болыпты. Қарт шешен қанатсыз қыранша отырып қалыпты. Алайда ағайындарының еме жарқы көмегіне сүйенген ол аштан өліп көштен қалмап. Бірақ алмақтың да салмағы бар. Ағасы міне тұруға берген аттың, інісі берген кәрі саулықтың бодауын қайтара алмапты. Қарымжысы қайтпаған соң аға мен інінің ағайыншылығы да қожырай бастапты. Баласы да болжыр болса керек. Баяғыда еншісін алып бөлек шыққаннан кейін әйелінен асып әкесіне көмек көрсете алмапты. Байдалы көмек көрсет, мынауыңды маған бер деп ешкімге көзін сүзбейді. Барға қанағат, жоққа салауат деп отыра береді. Бір жылы құрбан айты келіпті. Байдалы айтқа құрбан шалмапты. Шалуға қолайлы малы да болмайды. Сондықтан еш нәрсені білмеген адам тәрізденіп отыра береді. Байдалының бұл айыбын бетіне басқысы келген Таумұрын молда: ауқатты ағаң, бай балаң бар. Ініңде отқа қарап отырған жоқ, солардан неге сұрамайсың? Құдайдан қорықсаң қайтеді депті. Құрбан шалуын айыпқа санамағанымен, жұрт алдында орынды сөзді айтпай қалуды кемдік көретін Байдалы шешен молдаға: сөйлемесе сөздің атасы өледі, айтпаса білмейтін саңырау бар, ашпаса көрмейтін соқыр бар. Ағайындағы мал даладағы мал. Сұраған адам, ұрлаған адам қарақшы. Ұятсыз адамнан алып борышты болғанымша, алмай Құдайдың өзін-ақ борышты болайын деп құрбан шалмағаным рас депті. Отырған ақсақалдардың ішінен Қоңқабай деген ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы бар, баласы бардың панасы бар деген мақал бар емес пе? Бұрынғылардың сөзін ұмытқаның ба депті Байдалыға. Сонда Байдалы: Қоңқабайым, сен жігіт кезіңде жалтаң едің, қартайғанда қалтаң болайын деген екенсің. Мақалдап сөйлегің келеді, мақалға мініп қанша жерге барасың? Мақалға жармаса берме, мақалда да мін бар. Молда айтқанның бәрі шариғат емес, бұрынғылар айтқанның бәрі қағида емес дейді. Осы арада шешенді сөзінен ұстап, бір сүріндіріп қалмақшы болған молда: мақалда мін бар дейсің бе? Онда әлгі мақалдың мінін тапшы, данышпан болсаң, өзің түзеп айтшы деп шап ете түседі. Хан қара би төренің алдында сөзден сүрінбеген шешен Таумұрын молдадан тайсалсын ба? Ол мақалды түзеп айтса, мен былай дер едім дейді Байдалы: ағасы бардың жақсы болса жағасы бар, жаман болса інісіне жабар жаласы бар. Інісі бардың жақсы болса тынысы бар, жаман болса ағасына берер жұмысы бар. Баласы бардың жақсы болса панасы бар, жаман болса Құдайдың берген пәлесі бар. Осыны естігенде Таумұрын молда лажсыз тоқтапты. Ақсақалдар аузын ашып қалыпты. Тек бәйбішелері ғана: рас, қарияның сөзі рас деп бас изейді. Байдалының бұл сөзін естіген ағайындары қатты ашуланады. Олар: алжыған шал, біз болмасақ әлдеқашан аштан өліп қалатын еді, енді қурап отырсын өзі десіп, содан былай қарайласуды мүлде тоқтатады. Кедейлік кімнің қолын байламаған? Сол күннен бастап Байдалы шешен құрбысына қонағасы бере алмайды, жолаушыға үйге түс дей алмайды. Бірақ байлықты мұрат көрмеген шешен жоқтықты ұятта көрмейді. Құла биенің күшін көлік, сүтін сусын, құлынын соғым етіп отыра береді. Сол кездерде әйгілі оқымысты Шоқанның атасы Уәлихан қайтыс болыпты. Аты тоны болмағандықтан Байдалы шешен жаназаға бара алмапты. Әне барамын, міне барамын деп жүргенде қырқыда өтіп кетеді. Қадірлес қария еді, келмегені несі, келіп көңіл айтпағаны несі деп Уәлиханның ханымы Айғаным ішінен өкпелеп жүреді. Бір күндері Байдалы келіп өзінің келгендігін сыртта тұрып білдіреді. Бірақ өкпелі ханым
шешенді аттан түсіріп алуға тысқа шыға қоймайды. Сонда шешен атының басын кейін бұрып тұра қалып, ханы өліп, қайғырып жатқан айғаным, қара жамылып ай күні батқан айғаным, қанға сүйеніп қоқай көрмеген айғаным, қамқаға оранып шоқай кимеген айғаным, мен бір сөзді айтайын, тыңдашы, депті. Қара жамылып жоқтау айтуға айғаным құлағын тіге қалыпты. Сонда байдалы шеше мынаны айтқан екен: ер қартайды, мал тайды, екеуледі ей ханым, қатын жалқау ұлын жұқ, төртеуледі ей ханым, келін қатал кер болды, ағайын жат ел болды, алтаулады ей ханым, кәрлік пен кедейлік егіз келді ей ханым, мұның бәрін санасаң 8 болды ей ханым. Қаусаған жақ ек бар, саудыраған сүйек бар, ауыл алыс жер болды, 90 темір тор болды, оннан асты ей ханым, шығар жолды осыдан өзің тапшы ей ханым. Құла бие құлындап келе алмадым ей ханым, келдім енді кетемін, ықылассыз ордаға ене алмадым ей ханым, деп жүре беріпті. Айғаным үйден жүгіре шығып, шешенің шаужайына оралады, құрметтеп аттан түсіріп үйге кіргізеді. Төрге отырған соң айғанымның жоқтау айтып жылауға ыңғайланғанын байқаған шешен: айғаным, сен жоқтау айтқалы отырсың, мен тоқтау айтқалы отырмын. Жоқтауды қоя тұрып, тоқтауды тыңдасаң қалай болады, депті. Айғаным аңырып қалады. Сонда байдалы: қайрат деген қыран бар, қайғыға тізгін бермейтін, қайғы деген жылан бар, өзекті шығып өртейтін, үміт сенім тілек бар, қуантып қуат алдырар, жылау деген азап бар, қуартып отқа жандырар. Мен қайғыңды қозғағалы келгем жоқ, қайратыңды қолдағалы келдім, депті. Әдетте мұндай